Мен енді жалпы құжаттарды 37-мін деп жазамын. Бірақ мен негізінде 38-ші жылы осы қыркүйектің 16-сында туғанмын. Оның бір жас өзгерткен себебіміз кезінде комсомолға өтеміз деп, қазіргі полигон Азғыр орта мектебі деген мектеп болды. Сонда интернетте жатып оқыдым. Қай облыс? Батыс Қазақстан облысының Орда ауданы. Бұл баяғы Бөкей ханның, Жәңгір хандардың ставкасы болған Орда деген Совет үкіметі бірінші рет орнаған елді мекен болатын, аудан болатын, өңір болатын. Соның есесіне бірінші рет орнаған өлкеге, өңірге сол Совет үкіметінің зиянынан басқа пайдасы тиген жоқ. Хандардың өсіріп орнатып беріп кеткен орманын ракетамен атқылады. Әскери полигон әлі күнге шейін бар. Капустин Яр деген, Азғыр деген полигондар. Оны жаңағы ракетамен атқылағанда земля, воздух, 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 земля деген сол ракеталарменен. Бірақ 70 жылда сол орманды түгел құртып үлгере алмады Совет үкіметі. Аудан өзін таратып жіберді. Ақырында совхоздың орталығы, бір кездегі ханның астанасы ақырында совхоздың орталығы ғана болып қалды. Әбден күйі қашып, сондай қиын жағдайды басынан кешті. Содан кейін полигон ашылғаннан кейін біз 52-ші жылы оңтүстік Қазақстан облысының Жетісай ауданына, о кезде Ильич ауданы деп аталатын, сонда көшірді бізді. 17 күн жүріп, товарняқпен, қызыл вагонмен 17 күн жүріп, Ильич ауданының орталығы Ильич селосына жеттік. Бұл Ташкенттің ар жағында 100 шақырымдай жер. Барғаннан кейін тасбақа тердік. Август айында барғанбыз, ең ыстық кезде әдейі қыру үшін көшіргендей, халықтың 60-65% қырылып қалды. Күніне 4-5 адам өліп тұрады. Өйткені бұрын құдықтан су ішіп жүрген халық ана жерден Бақашаян құрт құмырсқасы қаптап жүрген каналдан су ішкеннен кейін, әсіресе балалар жағы, жастар жағы көп қырылды. Мен де бір 3 айдай ауырып тірі қалдым. Сол Құдайдың, Алла тағаламның жар болып, оң көзінің арқасында осы күнге жетіп отырмын. Әйтпесе, ана өліп қалған, қырылып қалған балалардан, жастардан, мектеп оқушыларынан менің ештеңем артық емес еді. Одан кейін Алматыға келіп, 10-шы класс бітіргеннен кейін, сол 16 жасында келіп, қазірге түсіп кеттім. О кезде қазіргідей емес, ақшаң болмаса да, талабың болса, талантың, қабілетің болса, өз күшіңменен оқуға түсуге мүмкіндік бар еді. Қазақстандағы жалғыз университет, Қазақтың мемлекеттік Киров атындағы университетінің филология факультетінің 1-ші курсына түскенде, жер шарында менен бақытты адам жоқ болады. Соны бітіргеннен кейін, сол Файзекең бәрімізде мақалаларымыз шығып, кішкентай зарисовка дейді, сондай материалдарымыз газетке шығып жүретін, ептеп өлең шығып, талаптанып жүретін жас студент едік. Ол кезде кеңес үкіметінің бір ғажабы, оқу бітіргендерге өз жұмыс тауып беретін. Содан мені жаңа қабілеті бар деген болу керек. Жазушы баспасына кіші редактор деген қызметке алып қалды. Ол 60-90 жалақысы бар болатын.
Содан сонда 25 жыл жұмыс істедім. Кіші редактордан бас редактордың орынбасарына шейін 25 жыл жұмыс істеп, одан кейін қазақ телевидениесінде жұмыс істедім 6 жылдай. Одан кейін парламентте 12 жыл жұмыс істедім. Парламенттің жұмысы өте жауапты, өте қиын жұмыс. Ондағы 12 жыл жұмыс істегендегі менің тапқан пайдам, мынау қиыншылық кезде семьямды асырауға мүмкіндік алдым. Парламенттің жалақысының арқасында. Оған мені жұмысқа шақырған марқұм қазақтың белгілі көрнекті сыншысы Зейнолла Серікқалиев еді. Сен баспагер есебінде керек болып тұрсың. Біздің парламентке дегеннен кейін барып, сонда 12 жыл жұмыс істеп, сосын телевидениеден келіп, 12 жыл жұмыс істеп, сол жерден пенсияға шықтым. Онда парламенттің бір ғажабы, онда заңгер болу керек адам. Жай ғана аудармашы емес, енді заң әдебиетінің маманы, білгір болуың керек. Және алдыңа әкеп берген орысша мәтінді бірден компьютерге аударып отыратындай дәрежеге жеттім. Оның бәрі еріккен емес. Еріккеннің ермегі емес, өйткені кеңес үкімет тарағаннан кейін жаңа капитализм орнап жатқан кезеңде мен ақын есебінде, қаламгер есебінде ешкімге керегім болмай қалды. Сондықтан да менің квалификациямды өзгертіп, заң әдебиетіменен, заңгерлікпен шұғылдануға мәжбүр болдым. Сол 12 жылда заң әдебиетінің маманы есебінде, аудармашысы есебінде жұмыс істеп, тер төгіп, мен сол өзімнің, Құдайға шүкір, үлкен отбасымды асырап, балаларымды аяқтандырып алдым. Менің тапқан пайдам сол болды. Және қанша достар таптым парламентте, қанша жанашыр адамдарға кездестім. Ол үлкен бір мен үшін мектеп болды, өмірдің мектебі болды. Мен парламентке ризашылығымды әлі күнге шейін балаларымның санасына құйып айтып отырамын. Қиын кезеңде мен осы парламенттің арқасында ғана сол қиындықты жеңуге, қиындықтан шығатын жол табуға мүмкіндік алдым деп. Ол қазір енді президенттің мәдениет орталығында, мәдени мұра деген журналда бас редактордың орынбасары болып істеймін. Қазір енді ол жұмысқа мен барғаным, мен өзі пенсияға шыққаннан кейін қолыма қаламымды алып, өмірдің ащы тұщысын таттым, жақсы мәнін көрдім. Енді сол қанша адамдарды көрдім осы ғұмырымда. Ұлы Мұқан Мұхтар Әуезовтен дәріс алдық. Содан бастап, анау корифейлердің талайын көрдік, дәмдес болдық. Соларды қағазға түсірейін деп енді отыра бергенде, мынау қазақтың үлкен азаматы, ғалымы, қамқоры, құрдасымыз, жолдасымыз, досымыз Мырзатай Жолдасбеков президенттік мәдениет орталығына директор болып келген екен, сол жұмысқа шақырды. Енді досың шақырғаннан кейін жұмысқа қалай бермейсің? Оған мен тіпті жүгіріп бардым деуге болады. Сонда жұмыс істеп жатырмын қазір. Жағдайым жаман емес. Міне басымда баспанам, үйім бар, депутаттар тұратын үйден 3 бөлмелі үй берген парламент. Құдайға шүкір. Жалпы Астанаға көшіп келгеннен кейін парламент басшылары 2 аптадан кейін 3 адамға үй берді. 14 күннің ішінде үй алған 3 адамның біреуі мен болдым. Қуанғаннан жүрегім жарылып кете жаздады.
14 күн тұрмақ. Алматыда 14 жылда бір үй алсаң, төбің көкке жететін. Содан парламентке ризашылығымды тағы да айтқым келеді. Сол үйде міне тұрып жатырмын. Жағдайым жаман емес. Шүкірмін. Шүкірді шүкірдеу керек.